Абайлаңыз, жаңалықтар. Ресей жеңілмейді. Тоқаев неге олай дейді? Әскер мен мектептегі жаппай суицид. Құпия өлімдердің сыры неде? Телефоныңыз жарылуы мүмкін. Ливандағы пейджер оқиғасы бәрімізге ескерту ме? Қазгудың жері Құлыбаевтың несібесі емес. Депутаттар тағы да шу көтерді. Осы және өзге де апта оқиғаларын қазір талқылаймыз. Армысыздар, сіз Абай Лайф каналына жазылуды ұмытпаңыз, ал біз сізді ерлердің сапалы киімін ұсынатын Осман дүкеніне шақырамыз. Барлық ақпаратты төменге қалдырып кеттім. Сонымен бастайық. Астанада Германия канцлері Олаф Шольц орталық Азия басшыларымен бас қосты. Айта кетсек, неміс лидері Қазақстанға алғаш рет келді. 2010 жылы қазақ топырағына Ангела Меркельдің табаны тиген. Одан бері қаншамасы уақыты геосаяси ахуал өзгеріп, жаһанның жүзі мың құбылды. Германияда ғана емес, бізде де президент ауысты. Сондықтан шығар, Олаф мырзаның бұл қадамын Қасым-Жомарт Кемелұлы тарихи сапар деп атады. Кездесу кезінде Тоқаев Шольцтың өтініші бойынша Украинадағы жағдайға да пікір білдірді. Ресей жеңілмейді деп қалды ол. Нақты не айтқанын қаз қалпында оқып берейін. Әскери тұрғыда Ресейдің жеңілмейтіні анық. Соғыс бұдан әрі өрши берсе, барша адамзатқа алдымен Ресей Украина қақтығысына тікелей қатысы бар мемлекеттерге салдары өте ауыр тиеді. Өкінішке қарай Стамбул келісімін бекітуден бас тартып татуласуға қол жеткізетін оңтайлы мүмкіндікті уыстан шығарып алды. Дегенмен бейбітшілік орнатуға әлі де мүмкіндік бар. Түрлі мемлекеттердің барлық бейбіт бастамаларын мұқият қарап, әскери іс-қимылдарды тоқтату туралы келісімге келу керек. Содан кейін аумақтық мәселелерді талқылаған жөн. Біздіңше, Қытай мен Бразилияның бейбітшілік жоспары қолдауға тұрарлық. Мемлекет басшылары келеді, кетеді, ал халық, әсіресе көршілес халықтар бейбіт әрі бір-бірімен түсіністікте өмір сүруі керек, деген Тоқаев. Шольцтың ресми протоколды бұзып Тоқаевқа соғыс туралы не үшін сұрақ қойғаны түсінікті. Дәл қазір Германия екі оттың ортасында қалған. Bir жағынан ұжымдық батыстың санкциялық саясатын сақтауға міндетті. Екінші жағынан энергетика жолдарын әр тараптандыруға мұқтаж. Кремль Украинаға соғыс ашқан соң Берлин ресейлік мұнай импортын шектеп, жаңа тасымал көздерін қарастыра бастады. Осы орайда Қазақстанның табиғи ресурстарымен қатар геосаяси ұстанымы салмақты рөл ойнайды. Тоқаевтың Ресейді жеңілмейтін ел деп сипаттауын халықаралық қауымдастық та, қазақ қоғамы да сан саққа жүгіртіп отыр. Әйтеуір біздің білетініміз, Ресейде ядролық қарудың үлкен арсеналы бар. Екі тараптың бүгінгі демографиясын, әскери өндіріс кешенін, энергетикалық қауіпсіздігін салыстырыңыз. Ресей Донбаста алға жылжып барады. ВСУ Курск облысына кіргенімен орыс әскері Украинадан әкетілген жоқ. Алдағы уақытта Киевке қаншалықты көмек көрсетіледі? ақш президенті Трамп бола ма, Камала Харрис бола ма, Конгресс қашан қаржы бөледі деген сауалдардың жауабы да белгісіз. Өз кезегінде Иран мен Солтүстік Корея дрон, зымыран снарядтарын Ресейге үздіксіз жөнелтіп жатыр. Әрине, 2,5 жылға созылған соғыста шығын көп. Батыстың барлау мәліметтеріне жүгінген Wall Street басылымы Украина қарулы күштерінен 80 мың жауынгер қаза тауып, 400 мыңы жараланды. Ресей 200 мың солдатынан өлідей, 400 мыңынан тірідей айырылған деп жазды. Жиыны 1 миллион адам. Ал Телеграм арналарға сенсек, Тоқаевтың Қытай мен Бразилия жоспары қолдауға тұрарлық деген лебізін Мәскеу мен Бейжің лайықты бағалаптымыз. Украина президенті Владимир Зеленский Қытай мен Бразилияның бейбітшілік жоспарына күмәнмен қарайды, тіпті бейбіт жоспар деп атауға келмейді дейді. Украина Зеленский формуласы деп аталатын өз жоспарын ұсынған. Оны батыс қолдайды. Швейцарияда бұл құжат бойынша маусым айында жаһандық бейбітшілік саммит өтті. Саммитке Ресей шақырылған жоқ. Зеленский орталық Азия басшыларына шақырту жібердік дейді. Бірақ 5 елдің 5 президенті де жиынға қатыспады. У лидеров ваших не совсем баланс. Вот я считаю, что они все-таки больше в русскую сторону из-за страха перед Кремлем. Мы делаем саммит мира, мы делаем какие-то первые шаги. Они как у ребенка маленького, они первые неустойчивые, но важно, чтобы их поддерживали, да, вот. И это правильные шаги, и они точно вперед, они точно к миру, они точно не к войне. И вот вам пример.
Мы приглашаем лидеров абсолютно свободно, всех лидеров, которые раньше за одним столом не сидели, у кого-то свои интересы, кто-то вводил санкции, кто-то не вводил. Мы пригласили всех, так же, как и лидеров Центральной Азии. Мы всех приглашаем и хотим видеть на этом саммите. Что тут страшного? Тут страшно только одно, что не будет Путина. Все. То есть представьте себе, может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого? Нет. Кім не айтса да біздің президент ширыққан шиеленісті дипломатия жолымен шешіп, келіссөзбен бітіру керек деп соғыстың бірінші күнінен бастап айтып келеді. Қазақстанның көп векторлы сыртқы саясаты салқын қанды бейтарап ұстанымы 30 жыл бойы өзін өзі ақтағаны даусыз. Шольц сапарының екінші күні Астанада болған орталық Азия плюс Германия саммитіне Қырғызстаннан Садыр Жапаров, Өзбекстаннан Шавкат Мирзиёев, Түркменстаннан Сардар Бердімұхаметов, Тәжікстаннан Эмомали Рахмон қатысты. Соңғы жылдары G5+1 форматындағы басқосулар көбейді. Орталық Азияның 5 мемлекетін бөліп жармай бірге қатыстыратын державалар осы платформаға ойысқан. Қазіргі таңда Орталық Азия плюс ақш, Орталық Азия плюс Қытай, Орталық Азия плюс Ресей, тіпті Орталық Азия плюс Үндістан секілді 13 алаң қалыптасқан. Өйткені Орталық Азия мүдделер тоғысқан аймақ. 20 ғасырдың басында Халфорд Маккиндер деген ғалым Хартленд, яғни жер кіндігі дейтін концепция әзірлеген. Сол тұжырым бойынша кім-де-кім бүкіл мұхиттан бірдей шалғайда жатқан қиян кеңістікті уысында ұстаса, болашақта жер бетін тегіс билейді деген екен. Қиян кеңістік дегені әрине Орталық Азия. Жер кіндігіне әркімнің ақ таласы бар. Сонымен бес президенттің баяндамасын тыңдаған Шольц біздің арамызда бұрын соңды мұндай жақындық орнамаған, тұрақсыздық пен түсіністік жайлаған мына дүниеде бізге сенімді халықаралық серіктес керек деп риза көңілмен қайтыпты. Дүниені түсініксіздік пен тұрақсыздық жайлағаны рас. Ресми түрде 3-ші Израиль-Ливан соғысы басталды дей берсек болатындай. Алдымен 17-18 қыркүйек 2 күн бойы Ливанда Хезболла ұйымының пейджерлері жарылды. Кемінде 40 адам көз жұмды, жарақат алғандар 3000-ға жуықтайды. Хезболла мен Иран билігі тарихта болмаған технологиялық операцияға Израильдің барлау қызметін кінәлады. Reuters агенттігінің жазуынша пейджер операциясы бірнеше ай дайындалған. Біраз уақыттан бері Хезболла тобы ұялы телефоннан әдейі бас тартты. Себебі смартфонға қашықтан вирус жіберу, иесінің жүрген жерін анықтау, әртүрлі құйтырқы әрекет қылу оңай. Қарабайыр пейджер қауіпсіз ғой деп ойлаған. Әйтсе де ақпараттарға сенсек, Израильдің Моссад қызметі Хезболла тапсырыс берген 5000 пейджерге жарылғыш заттар салып үлгеріпті. Нақтырақ айтқанда, тиісті кодты қабылдаған сәтте жарылатын плата жасырған. Бұған дейін ливандықтар пейджерге батареяны қыздыратын вирус шығып, соның салдарынан жарылған болуы мүмкін деп топшылаған еді. Әдетте пейджерді белбеуге тағады, сәйкесінше жарылыс құрбандарының көп жағдайда қарны тесілген. Кейбір құрылғылар дыбыстық сигналдан кейін атылыпты. Пейджер иесі оның не сигнал екенін көру үшін жақыннан үңіле қарап тұрғанда мини-бомбалар іске қосылған. Артынша Ливанда пейджер ғана емес, рация, ноутбук, компьютер, радио қабылдағыш мопедтер де жарылды деген ақпарат тарады. Ал Біріккен ұлттар ұйымы әскери емес құралдарды миналап, бейбіт тұрғындарға қауіп төндірді. Халықаралық заңдарды белден басты деп Израильді айыптады. Қысқасы, соғыстағы технологиялар жаңа деңгейге көшті. Қаласа үйіңізде жатқандақ, асқан дәлдікпен телефоныңызды да, планшетіңізді де жарып жіберсе болады екен. Жалпы Цахал мен Хамастың қырғыны басталған соң, Хезболла Израильдің солтүстігін атқылауға кірісті. Израиль қарымта соққылар қайтарумен шектелетін. 18 қыркүйекте Израиль қорғаныс министрі Галланд соғыс жаңа кезеңге өтіп, әскердің бір бөлігі Газа секторынан солтүстік шекараға, Ливан жаққа бағытталғанын мәлімдеді. Жұма күні Израиль авиациясы Ливанның оңтүстік аймақтарын бомбылады. Жойғыш ұшақтар Хезболланың қарулы топтарын, әскери инфрақұрылым нысандарын, зымыран қоймаларын көздеген. Мына видеоны қарап көріңіз.
Шекарада Израиль армиясы мен Хезболла арасында кескілескен шайқас жүріп жатыр. Сахал ұшақтары Ливан астанасына да мақсатты соққы жасап, Хезболланың ірі командирі Ибрахим Акилді өлтірді. Дәл осы шабуылдан ұйымның басқа да жоғары лауазымды басшылары ажал құшқан. Ливанның денсаулық сақтау министрлігі 12 адам жан тапсырып, 66 азамат жараланды деп хабарлады. Екі ел бірінші рет 1982 жылы соғысқан. Онда Израиль әскері жеңіп, Ливан астанасы Бейрутты алып еді. 2006 жылы тұтанған екінші соғыста Сахал Ливан жеріне 15-20 шақырым бойлап еніп, Литани өзеніне тұмсық тіреді. Ұрыс қимылдары 34 күнге жалғасып, жауланған аймақ Хезболла мүшелерінен тазартылған. Енді үшінші соғыс немен аяқталмақ? Сіздер қалай ойлайсыздар? Құрметті көрермендер, комментарийге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал Қазақстанның қауіпсіздік саласында ауқымды кадрлық ауыс-түйіс. Президент 1-2 күннің ішінде генералдарды картадай сапырып, шахмат тасындай шарт-шұрт алмастырып тастады. Тоқаевтың жарлығымен ішкі істер министрінің орынбасары және ұлттық ұланның бас қолбасшысы қызметінен Еркін Ботақанов босатылып, аталмыш лауазымға Аңсаған Балтабеков тағайындалды. Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бірінші орынбасарлығына Әли Алтынбаев бекітілді. Оған дейін бұл жұмысты Асқар Әмірханов атқарған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қарсы қызмет бөлімінің бастығы Руслан Сейсенбаев та мансабынан айырылып, Бақытбек Рахымбердиевке орнын берді. Шыны керек, қаңтар оқиғасынан кейін комитетке басшылар тұрақтамай қойды. Жоғары сот кеңесінің төрағасы лауазымы Дмитрий Малаховқа бұйырды. Ол бұған дейін қаржылық мониторинг агенттігін басқарған. Мұншама ауыс-түйістің себебі биік мінберден айтылған жоқ. Бірақ Қазтаг сайтына түскен инсайдерлік ақпаратқа илансақ, кадрлық жазалаулар мен жарылқаулар жайдан-жай жасалмапты. Сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік комитетінің орталық аппаратында президент әкімшілігінің басшысы Айбек Дадебайдың қатысуымен үлкен жиналыс өткен. Күштік құрылымдардағы бірқатар сәтсіздіктер қаралған. Бірнеше департамент басшыларына сөгіс жарияланды дейді аноним дереккөз. Оның сөзінше, Болгарияда есірткі партиясымен үлкен фура ұсталыпты. Көзалдау мақсатымен бергі жағына бидай тиеген жүк көлігін қазақстандық құқық қорғаушылар күзетіп жүрген. Қолдарында қару-жарақ, жалған құжаттар болған көрінеді. Шекарада тексермеу үшін келісіп алған деп толықтырады инсайдер. Бас прокуратураға жедел тергеу тобын құрып, кінәлілерді жауапқа тарту тапсырылыпты. Президент әкімшілігіне есірткі қылмыстарына қатысты ахуал жайында Тоқаевқа есеп беру жүктелген. Ішкі істер министрі Ержан Саденов ескертумен құтылыпты. Қарағанды, Ұлытау, Жамбыл, Ақмола, Абай, Қызылорда облыстық полиция департаменті басшылары да таяқ жеген тәрізді. Кейбір прокурорлардың басына бұл түйірілген. Қазтагтың там-тұмдап жазғаны осы ғана. Фура қай елден шықты, біздің құқық қорғаушылар қай жерге дейін апарды, қай елдің шекарасымен келісті, әзірге беймәлім. Ет сасыса тұз себер, тұз сасыса не себер деген мақалдың мән мағынасын осындайда келтіруге болатын шығар. Ал ұлттық ұлан басшысының қызметтен кетуін әскердегі әлімжеттік пен сарбаз өлімінің көбеюіне де байланыстыруға әбден болады. Ішкі істер министрлігінде ауыс-түйіс болғанмен, қорғаныс министрі де орынбасарлары да орнында қалды. Кесесіне бір аптада тағы да 2 сарбаз өлім құшты. Міне кеше ғана Петропавлда келісімшартпен істейтін әскери қызметкердің денесі жертөледен табылды. Қызмет емес, отбасылық жанжал әсерінен өзіне өзі қол жұмсаған деп жатыр. Кім білсін, 20 қыркүйек күні Аягөзде тағы бір сарбаз асылып қалды. Кафедра бітіріп, әскери қызметке жақында ғана барған екен. 98 жылғы Нұрсұлтан Алдамұратовтың туыстары өзіне өзі қол жұмсауға бел байлады дегенге сенбейді. Тергеу әділ өтсе дейді. Басқа қайтсын. Өткен аптада ғана батыста бір сарбазға офицер абайсызда оқ атып өліп кетіп еді. Армиямыз бұлыққа толып, табыт көтеріп қайтатын мекенге айналғаны қорғаныс министрінің миына енді жетті-ау деймін. Қол астындағы генералдарын жинап алып, уытын шашыпты. Үстелді ұрып, қырғын салып, камераға керемет ойнап берген. Обал болмасын, видеосын көре салыңыздаршы. Во что мы превращаемся? Белоручи? Или же присвоение высшего звания позволяет вам расслабляться? Что, добился своего, что ли? Что от нас требует общество? В первую очередь сохранение жизни. Ребят, молодых, достаточно жизненный, служебный, административный опыт. А вот вопросы командирские,
когда вы обязаны в первую очередь заботиться о своих подчиненных, создавать все условия для их деятельности. Құрметті генерал, қадірлі министр, өзіңіз айтпақшы, өмір деген жизнь. Өмір деген жизнь, солай ма? Бұл өмірде қызмет қолдың күрі. Бүгін сізде, ертең басқада. Ел ұландарының ертеңін ойласаңыз, бүгін қызметтен кеткеніңіз абзал шығар. Президенттің бұйрығын күтпей, өзіңіз де отставкаға ağır жаза аласыз. Ел соны күтеді сізден. Ел демекші, петиция туралы заң қабылданғалы бері, мына біздің жұрт та петиция жариялағыш болып кетіпті. Осы әскердегі жағдайға байланысты өткенде міндетті әскери қызметті алып тастайық деген петиция шыққан. Тек келісімшартпен істейтіндер қалсын депті. Әрине, әлімжеттіктің алдын алу керек, бірақ әлемдегі құбылмалы ахуалды көріп тұрып, әскерден бас тарту ақымақтың ісі, білместіктің әңгімесі. Сіздерге салсақ, әскерді таратып жіберіп, шекараны ашып қоятын түрлеріңіз бар, қалаған жау кірсін деп. Бұған келгенде әйтеуір қорғаныс министрлігі дұрыс жауап берген. Егер Қазақстан азаматтарының басым көпшілігі қолына қару ұстай алмайтын болса, онда ел басына күн туғанда кім келеді деген олар. Бұл талқыланбайтын тақырып болуы тиіс. Керісінше, қазір қару ұстай алатын жігіттің санын көбейту қажет. Қанша бейбіт сүйгіш болсаң да, жауың қай күні қай қатпалдан келе қалатынын білмейсің. Өткенде Ермұрат Папидің өзі 2030 жылы соғыс болады деп қараспан төндіріп еді ғой. Суицид тек армияда емес, мектеп оқушыларының арасында да қатты тарап жатқандай. Баяғы синий киттің әңгімесі қайта өршіген сияқты. Айналдырған 10 күнде 4 бірдей бала жоғары қабаттан өзін өзі тастап жіберді. Апта басында Алматыда 2 оқушы қыз 8-ші қабаттан секіріп еді. Оның бірі белгілі эколог Евгений Мұхамеджанның қызы болып шықты. 13-ші қыркүйек күні де сол Алматыдағы 120-ші мектептің бір оқушысы 13-ші қабаттан секірген. Күні кеше тағы бір іс тіркеліп отыр. 12 жасар қыз 13-ші қабаттан өзін өзі тастап жіберген. Полиция басқармасы суицидке итермелейтін көккит ойынын ойнағандарын әзірге жоққа шығарып отыр. Өлім алдында бір түрлі жазба қалдырғандары да өтірік дейді. Дегенмен түрлі дерек көздер ондаған бала бір чатта отыратынын жазды. Олардың бәрі алдағы уақытта суицидке баруы мүмкін деп күдіктенеді. Қысқасы, ата-аналар мен ұстаздар баланың телефонын бақылауға алмаса, ахуал расымен қиын. Не ойнап, не көріп жатыр, қандай чаттарда отыр, сабақтан кейін кіммен араласады, қайда барады, бәрін тексеріп біліңіз. Жасөспірім үшін жауапкершілік сіз бен бізге жүктелген. Ал атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб өңір-өңірді аралап өздерін естімеген бірде-бір құлақ қалдырмайтын сияқты. Мәжіліс депутатының бәрі сауын айтып аймақтарға тарап кетті. Ал мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин мен ұлттық құрылтай мүшелері Шығыс Қазақстан облысында жергілікті жұртпен жүздесті. Жиында еліміздің өсіп өркендеуіне өндірістік әлеует қажет екендігі, ал өндірістік әлеуетті арттыру жаңа қуат көздері арқылы жүзеге асатыны әңгімеге арқау болған. Ерлан Қарин атом электр станциясын салу экономиканы дамытудың елеулі шарты ғана емес, Қазақстанның энергетикалық дербестігін сақтауға жол ашатын тамаша мүмкіндік деп, АЭС-тің пайдасын жіліктеп түсіндірген. Мұндай кеңестер билік пен халық арасындағы диалогты нығайтуға септеседі. Сондықтан Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған бір топ Алматыда ғалымдармен, оқытушылармен һәм ассамблея белсенділерімен дүркін-дүркін кездесті. Штабтың бұл құрамына кілең депутаттар, сарапшылар, қоғам қайраткерлері іріктелген. Әр кездесуде атом электр станциясы, референдум төңірегіндегі үміттер мен күдіктер жан-жақты қырынан талқыланды. Электр энергиясымен қамтамасыз етудің біз жан-жақты саясатын жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде ең басты мәселе біз кешенді түрде жұмыс істеуіміз керек. Біз енді осы бағытта атом энергетикасында дамытуымыз қажет. Солай біз жалпы Қазақстанымыздың дамуына жаңа мүмкіндіктер ашамыз. Сондықтан енді осы үлкен жобаны халықтың талқылауына президентіміз арнайы шығарып отыр. Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штабтың әр қадамын әлеуметтік желіде насихаттауды әдетке айналдырып алыпты. Былай депті бірінде:
Соңғы бірнеше күн АЭС құрылысын қолдау жөніндегі халықтық штабы халық тығыз орналасқан оңтүстік өңірлерді аралап шықты. Ондағы жұртшылық станцияны қызу қолдап отыр. Кәсіпкерлер, өндіріс қызметкерлері, фермерлер, жылу электр орталықтары жұмысшылары электр қуат тапшылығы өз жобаларының жүзеге асуын баяулатып отырғанын айтып шағымданды. Қазақстандықтар алға ілгерілеп, табысқа жету үшін жаңа қуат қажет екенін түсінеді деп жазған төраға. Мұнайлы Астанамыз Атырауда халықтық штаб мүшелері жылу электр орталығы қызметкерлерімен, шикізат өндірушілерімен, мұнай, газ және химия өнеркәсібінің өкілдерімен пікірлесті. Олардың алдында Айдос Сарым, Ринат Зайытов сынды депутаттар сөз сөйлеп, АЭС-тің әлемдік тренд әрі қазіргі сын-қатерлерге жауап екеніне ерекше назар аударды. 6 қазанға дейін үгіт-насихат түсіндіру жұмыстары жалғасар. Әрі қарай таңдау сізде. Назар аударатын тағы бір мәселе бар. Жер иесі халық деп Конституцияға бадырайтып жазып қойдық. Бірақ шын мәнінде жайлы жердің көбі латифундистер мен бұрынғы әкім қаралардың қолында. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жер дауы әлі шешімін тапқан жоқ. Негізі, биыл Алматы сотының жерді оқу орнына қайтару туралы үкімі күшіне енген. Бірақ экс-президенттің күйеу баласы олигарх Тимур Құлыбаев жаңағы жер теліміне салынып жатқан бизнес орталық үшін қала әкімдігінен 34 миллиард теңге өтемақы сұрапты. Мұны бас прокурорға депутаттық сауал жолдаған Бақытжан Базарбек айтты. Микрофон қосыңыздар, екінші рет қорытындылаңыз енді. Далеко ходить не нужно. По громкому делу о возврате земель казну имени Аль-Фараби, фирма Тимура Кулебаева, лишившись по решению суда земли для постройки бизнес-центра, выставили счет акимату города Алматы на сумму 34 миллиарда тенге. Получается, проиграв суд, теперь данная компания хочет взыскать свои незаконные вложения при строительстве бизнес-центра. И это будет повсеместно со всеми проектами, где акимы незаконно предоставили земельные участки. Депутат жергілікті әкімдік пен прокурордың жүйесіз жұмысына қынжылыс танытты. Бақытжан Базарбектің айтуынша, әр әкімдікте жер телімдерін бөлгенде сыбайластық схемасы көрініс табады. Осыны айтып отырғанда микрофонның бірден өшкенін көрдіңіздер. Абырой болғанда қайтадан қостырып, сөзін аяқтауға мүмкіндік берді. Депутаттың сауалына көп ұзамай Құлыбаевтың компаниясы жауап қатты. Atlas Development компаниясы бар кінәні әкімдікке аударып отыр. Қолданыстағы заңға сәйкес компания кез келген инвестор секілді мемлекеттік органдардың заңсыз әрекеті келтірген зиянды өтеуді талап етуге құқылы. Алайда осы уақытқа дейін Atlas Development ресми түрде тиісті талап арыз қоймады дейді компания. Естеріңізде шығар, 2000 жылдардың басында Казгудың Әл-Фараби даңғылы бойындағы үлкен жер телімі мемлекеттік қажеттілік деген сылтаумен алынған. Алматының сол кездегі әкімі Иманғали Тасмағамбетов қол қойған қаулылардың заңсыздығы бертінде белгілі болды. Бұл жерлер бірнеше рет сатылып, ақыры Тимур Құлыбаевтың компаниялары су тегіне иемденген деседі. Алып шаһарды Бауыржан Байбек пен Бақытжан Сағынтаев басқарған жылдары да жер телімдерін заңсыз пайдалану проблемасы қатты ушықты. Қаңтар оқиғасынан кейін жер дауы өзгеше өрбіген. Алматы соты Казгудың жер телімдерін қайтаруға үкім шығарды. 70 жылы университеттің бас корпусын салуға шешім қабылданғанда оның аумағы 100 гектардай болған. Бүгінгісі 70 гектардан асады. Сонда тәуелсіздіктің 30 жылында қара шаңырақтың 30 гектардай жері жеке меншікке өтіп кеткен. Жеріміз қанша кең байтақ болса да, бай бағланға әйтеуір жетпей жатыр. Әйтеуір ел іші тыныш болсын деген тілегіміз бар. Сол тілегімізбен бүгінгі хабарды аяқтайық. Аман болыңыз.